жүрекке сызат түсірме, шынар әбіл аудармаларынан. Ет жақының бар, бөтендер бар. Сенің өміріңе аса араласа бермей, жанама түрде қатысатын, көп әсер ете бермес жандар болады. Бірақ өмір жолың олармен үнемі түйісіп жатады. Кей адам саған тікелей әсер етіп, өміріңнің бағытын өзгертіп жатады. Келетіндер мен кететіндер бар, бір әп-сәтте жүрек күнделігіне із қалдырса, бірі жылдар бойы қасында жүрсе де, жаныңа енбей қалады. Қасында кім қаларын өзіңде түйсіне алмайсың. Шыңырауға құлар сәтте ет жақының қолыңды жібере салады. Ал мүлде бөтен жандар қолын созып, құтқарып қалады. Бір жолмен келе жатып, екі жаққа қарап өтуге болады. Әр түрлі жолда келе жатып, тағдыр қиылысында түйісіп қалуға болады. Келесі сәтте, айда жылда не боларын ешкімде білмейді. Бастысы өзгенің өміріне енгенде, мейлі тіпті бір сәтке жанасып қалар тұста, өзгенің қараңғы жанына жарық түсірер, бір сәуле қалдыруға тырыс. Енді ешкім құтқармас деген шақта, сәл ғана байқалар, сол сәуледен біраз уақыттан соң алапат алау жану әбден мүмкін. Әлемге мейірімді бол. Адамға тек адамгершілік тұрғысында қара. Бұл әлсіздік емес, бұл кемшілік емес, бұл құны жоқ дара қасиет. Қымбат жанға маңызды сөзді дер кезінде айт. Ол күткенде айт. Жүрекке маңызды дүниенің бәрінің шектеулі мерзімі болады. Әр нәрсенің өз уақыты бар, сөздің де, әрекеттің де. Бөтен жанға да маңызды сөздерді айт. Бәлкім сенің сөзіңмен періштесі жұбатып жатқан болар. Бұл фаниге бәріміз де қонақпыз. Аз ғұмырда көретініміз тек адам баласы. Араласпасақ тұра алмаймыз. Адам дүниеге жалғыз келіп, жалғыз кетеді десек те, жер бетінде ешқашан жалғыз болмадың. Қасыңда әрдайым адамдар болғаны сөзсіз. Жаныңды жанап өткен әр адам тағдыр кітабында ізін қалдырады. Сол секілді сен де өзгенің тағдырын өзгертуің мүмкін. Абайлап жүр. Өзгенің жүрегіне сызат түсірмеуге тырыс.